Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өзімнің самса жасау рецептімен бөліскім келеді. Дәл осындай қытырлақ, дәмді самса, қатпарлы самсаны жасау үшін менің каналыма тіркеліп, маған лайк басып, мені қолдап, қолпаштап жіберіңіздер. Дыбысын естідіңіздер ме? Қытырлақ, қатпарлы міне. Жегенде арманда, жемегенде арманда. Самса жасау үшін маған ұн керек, су керек, маргарин майы керек, бір жұмыртқа керек. Жұмыртқаны мен самсаның бетін әрлеу үшін қолданамын. Және дәмдеуіштер керек. Оның ішінде тұз, паприка, қызыл бұрыш, сосын әнбебап дәмдеуіш, сосын қара бұрыш. Және ет әрине. Етті сіздер фарш қолдансаңыздар болады. Мен бұл етті өз қолыммен турадым ұсақтап. Және чеснок керек, ұсақтап турап қойдым. Сарымсақ керек, оны да ұсақтадық. Әрине картошка керек. Ең алдымен біз суымызға тұз салып араластырамыз. Және ол суымызды ұнымызға құйып илей бастаймыз. Аз-аздап құйып илейміз. Қамырымызды илеп болдық. Енді бұны бетін жауып 20-15 минутқа тындырып қоямыз. Самсамыздың қамырын жазып алдық. Енді мына маргарин майымызды ерітеміз. Енді бұны осындай самсаны осындай бөлікке бөлдім. Теге құрметті көрермендер, біздің самсамыз дайын. Біреуін көрсетейін міне. Дыбысын естідіңіздер ме міне? Дәл осындай қатпарлы, қытырлақ самса, дәмді, сіздің жақындарыңызды разы ететін, қонақтарыңызды, меймандарыңызды ұялмай күтіп алатын самсаның рецепті. Менің каналыма тіркеліп, маған лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесі жаңа рецептерде көріскенше күн жақсы болсын.